Декретке миллионмен. Сіздермен бірге әдеттегідей Зәңгер Шыныбаев Марғұлан. Бүгін декретке қалай миллионға шығуға болады деген тақырыптың құқықтық аспектілерін қарастырамыз. Бірінші кезекте декретке кім кете алады? Сол туралы талқылайық. Барлығымыз білеміз, Қазақстан Республикасының еңбек кодексі бар, иә. Осы еңбек кодексінің 99 бабына жүгінеміз. 99 бабында жүкті әйелдер декретке шыға алады. Бала туған әйелдер, жаңа туған баланы асырап алғандар декретке шыға алады екен. Декреттік демалыстар. Декреттік демалыстардың түрлері қандай? Сол туралы әңгімелесейік. Декреттік демалыстардың 3 түрі бар екен. Жүктілікке және босануға байланысты демалыс. Әйел адам жүктілік болады, одан кейін босанады. Осы екі уақытқа берілетін демалыс уақыты. Екінші, жаңа туған баланы асырап алған жұмыскерлерге. Яғни жаңа туған баланы егер асырап алатын болса, асырап алған ата-ана декреттік демалысқа шығуға құқысы бар. Одан кейін бала 3 жасқа толғанға дейін баланың күтіміне байланысты жалақысы сақталмайтын демалыс. Яғни бұл кезде осы 3 жасқа дейінгі демалысқа, жалақысы сақталмайтын демалысқа әкесі, баланың болмаса анасы шыға алады. Яғни анасы егер жұмыс істесе, жұмысында көбірек табысы көбірек болса, және отбасы солай шешсе, онда ер адам арыз жазып, 3 жылға жалақысы сақталмайтын демалысқа шығуға құқысы бар. Бұл жалпы түрлері, демалыс түрлері осы декретке байланысты. Енді ұзақтығы туралы сөйлесейік. Осы кодекс 99 бап, сол жерде жазылған 126 күнтізбелік күнге құрайды дейді. Яғни жүктілікке және босануға байланысты. Жүктілік әйелден жүкті болады, босануға байланысты 126 күн беріледі екен. Босануға дейін 70 күн, босанғаннан кейін 56 күн. Осы демалыс уақыты. Егер қиын босанған жағдайда, 2 немесе одан да көп бала туған жағдайда 70 күнге дейін демалыс беріледі екен. Яғни тағы да дополнительно 126 күнге тағы да плюс 70 күн демалыс тағы да беріледі, егер қиын босанған жағдайда. Бұл босануға байланысты және жүктілікке байланысты мерзімдер. Шатастырмаңыздар. Баланың күтіміне байланысты ол 3 жылдық мерзім. Бұл баланы именно босану, одан кейін жүктілікке байланысты әйел адамға берілетін демалыс түрлері. Ары қарай. Егер айтпақшы, егер бұл информация сізге қызықты болса, информация сізге керек болса, онда сақтап аламыз. Подписка, комментарий, лайк. Және достарыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады. Келістік па? Тағы да айтқым келетін жайт, жүктілікке және босануға байланысты демалыстан басқа қалауынша бала 3 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақысы сақталмайтын демалыс берілуі мүмкін, жаңа айтқандай. Ол 99 бапта көрсетілген. Әкесі болмаса немесі шешесі ала алады. Бала күтімі бойынша демалыс уақытында жұмыстан айырылып қаламын деп уайымдамауға болады. Яғни, егер сіз бала күтіміне байланысты демалысқа шықсаңыз, мына жұмыс беруші сізді жұмыстан шығарып жібере алмайды. Бұл Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің 59 бабында жазылған. Яғни, егер сіз бала күтіміне байланысты демалыста болсаңыз, 59 бап сүйенесіде, кешіріңіз,
сіз мені жұмыстан шығара алмайсыз деп айтсаңыз болады. Бұл жағдайлар өте көп. Әйел адам болмаса ер адам декретке шықса, декретте отырған уақытында жұмыс беруші айтуы мүмкін: мен сені жұмыстан шығарамын, маған керек жоқсың. Ондай кезде еңбек кодексін ашамыз, 59 бапты ашамыз да мә деп бетіне көрсетеміз, қарастырып көрсін. Егер шығарып жүрсе жұмыстан, онда еңбек инспекциясына жалоба, сотқа жалоба, қайтадан сізді жұмысқа орналастыруға болады сол жерге. Осы еңбек кодексінің 104 бабына сәйкес, бала күтіміне байланысты демалыста болған уақыт еңбек өтілі ретінде есептеледі. Яғни сіз демалыста уақытында 3 жыл болсаңыз, бала күтіліміне байланысты осы уақыттың барлығы сізге стаж ретінде саналады. Жұмыстан айырыламын деп уайымдамаңыз дейді. 54 бабына сәйкес жұмыс беруші сізді жүктілікке. Және 59 бапты айттым ғой, және 54 бабы бар. Еңбек кодексінің 54 бабы бойынша да сізді жұмыс беруші жұмыстан шығара алмайды. Так, қандай информация бар екен? Жүктілікке және босануға жаңа туған баланы асырап алуға байланысты табыстан айырылған жағдайларда төленетін әлеуметтік төлем бір жолға, ал бала 1 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысы айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлем ай сайын төленеді. Яғни бала туылғанда жүктілікке байланысты бір жолғы әлеуметтік көмек бар, одан кейін 1 жылға дейінгі әлеуметтік көмек бар. Оны бәріміз білеміз, иә. Әлеуметтік төлемдерді тағайындау үшін құжаттар. Яғни сіз әлеуметтік төлем төлеу үшін қандай құжаттар өткізу керек? Бірінші кезекте жүктілікке және босануына байланысты жәрдемақыларды тағайындауға құжаттарды уақытша жұмысқа қабілетсіздігі парағы берілетін күннен 12 айдан асырмай беру керек. Яғни сізге уақытша, енді декретке шықтыңыз ғой, 7 айдан кейін, 8 айдан кейін, сол кезде сізге справка береді, уақытша жұмыста жарамсыз деген. Сол справканы міндетті түрде өткізу керек. Сон арқылы бізге өткізу керек бұны. 1 жасқа дейінгі бала күтімі бойынша баланың туу туралы куәлігінде көрсетілген туған күннен бастап 12 айдан асырмай беру керек. Яғни бала 1 жасқа туылды, бала туылды, туылғаннан кейін, яғни бала 1 жасқа толмай, сіз құжаттарыңызды өткізуіңіз керек. Түсіндіңіз ғой, өткізуіңіз керек. Так, баланың туына байланысты 1 жылғы жәрдемақы ол барлық әйелдерге беріледі. Баланың туына байланысты осы жәрдемақы мемлекеттік бюджеттің барлық босаған жұмыс істейтін, сондай-ақ жұмыс істемейтін әйелдерге тағайындалған. Бала туына арналған жәрдемақы мөлшері қалай есептелінеді? Жалпы баланың туына арналған жәрдемақы мөлшері бекітілген. Баланың туына байланысты қандай екенін айтып өтейін. 1-ші, 2-ші және 3-ші балаға 38 МРП, 4-ші және одан көп балаға 63 МРП. Яғни баланың туына арналған бұл жәрдемақы. 1-ші, 2-ші балаға 38 МРП, ал 4-ші және одан да көп балаларға 63 МРП. 2021 жылы 1 МРП 2917 теңге тұрады. Және жаңа 38-ді 2917-ге көбейтсеңіз, теңгемен саны шығады. Баланың 1 жасқа толғанға дейін күтімі бойынша әлеуметтік жәрдемақы. Так. Кімге тағайындалады? Баланың күтімін жүзеге асыратын және міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушылар болып табылмайтын жұмыс істемейтін әйелдер мен ер адамдарға баланың 1 жасқа толғанға дейін күтімі бойынша әлеуметтік жәрдемақы мөлшерін қалай есептеуге болады дейді. Жалпы енді ең қызығы қалай есептейміз? Соған көшейік. Бір жәрдемақы, 1 жылға беретін жәрдемақының түрлері, ай сайынғы жәрдемақы мөлшері, яғни жаңа айттық қой, жаңағы біз МРП-ны айтқанымыз, 38 МРП, оны 63 МРП, бір рет бала туылғанда беретін көмек, әлеуметтік көмек. Енді баланың 1 жасқа толғанға дейінгі көмек қандай болады? 1-ші балаға
5-те 76 МРП ол 16.000 теңге, 16.800. Екінші балаға 6-та 81 МРП ол 19.865, ол 2021 жыл, я. Үшінші балаға 7-те 85 МРП ол 22.898. Төртінші және одан да көп балаларға 8-де 9, яғни 25.961 теңге төленеді әр ай сайын. Түсініңіз ғой? Бала көп болған сайын осы МРП-лар қосылып отырады. Түсініңіздер ғой? Осындай бір жақсы жаңалықтар бар. Енді қазір мен тағы да бір әлеуметтік көмек бойынша сізге біраз шолу өткізейін. Мен біраз немен жазып қойған едім. Қазір энергетика Так, хорошо. Так. Былай түсінікті болды ғой, я? Яғни бізге жалпылама декретке миллионмен шығу үшін осы құжаттарды жинасақ, және соңғы 1 жыл міндетті түрде бір жерге жұмысқа орналасу керек. Пенсионка түсу керек. Подоходный налог түсу керек, және страховка түсу керек. Яғни соңғы 1 жылға сізде міндетті түрде жақсы ақша түсіп тұру керек. Пенсионкаңызға, подоходный налог, страховка. Егер жақсы ақша түсіп тұрса, онда сіздің былай айтқанда жаңа декретіңіз өте көп сума болып шығады. Түсінікті ғой? Сондықтан соңғы 1 жылыңыз өте сізге маңызды. Әйел адам егер тұрмыс құрса, тұрмыс құрған уақыттан бастап декретке шығатын жоспары болса, онда көбірек пенсионкаға жақсылап тұрып ақша салу керек. Түсініңіздер ғой? Сонда ғана сіз жақсы жалақымен кетесіз. Мысалы, менің әйелім 450 мың ба, сондаймен шықты, 300 мың. Екінші балаға аз шықты, өткен екінші балада ол жұмыс істеген жоқ мысалға. Сондықтан, егер жұмыс істейтін болсаңыз, сіздің жаңағындай жәрдемақыңыз да өте жақсы болады. Соны байқап жүріңіздер, жоспарлаңыздар. Сол кезде сіздер декретке жақсы сумамен шығуыңыз мүмкіндігі бар. Сіздермен болған Заңгер Шыныбаев Марғұлан. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, астына лайк басамыз, және комментарий басамыз, подписка басып, достарыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады. Қазақи заң каналының дамуына ат салысып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Сау саламатта болыңыздар.